Алас деп тазасын жан мен жүректер, алаш деп айтылсын әппақ тілектер. Қазақ деп намыс пен жігер қайралсын, қазақ деп басыңа бағың байлансын. Жалған дүние, жалғанға мынау кім ие? Жаратқан жалғыз Құдайым иманның ұйыт күйіне, сабырдан сауыт киейін, төзіммен темірді ейін. Ғажап боп келдім өмірге, қазақ боп сені сүйейін. Алас деп тазарсын жан мен жүректер, алаш деп айтылсын әппақ тілектер. Қазақ деп намыс пен жігер қайралсын, қазақ деп басына бағың байлансын. Сақтардан қалған салты бар, ғұндардан қалған ғұрпы бар, түркіден қалған жұрты бар. Қазақтың сондай 1937-1938 жылдар саяси репрессия, бұрынғы СССР-дағы жеке тұлғаларға қарсы ұйымдастырылған қуғын-сүргін шараларының ең шарықтаған кезеңі болды. Қазақтың зиялы қауымы партия қайраткерлерінің қателігі мен асыра сілтеуін қатты сынға алды. Кеңес билігі азаматтық соғыс жылдарындағы ұлт тәуелсіздігіне белсене қатысқан Алашорда қозғалысының көптеген қайраткерлерін тізімге алып отырды. 1928 жылы Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабай, Жүсіпбек Аймауытұлы, Халел Ғаббасұлы сынды 44 буржуаз ұлтшыл қамауға алынды. 1930 жылдың қыркүйегінде Мұхамеджан Тынышбай, Халел Досмұхамед, Жақып Ақбай сынды бірқатар қазақтың қаймағы тағы қамауға алынды. Барлығы 40 адам болды. Олардың басым бөлігі суық Сібір даласына ит жеккенге айдалды. 1937-38 жылдары қазақтың көрнекті қайраткерлерінің барлығы репрессияланды. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарында Әлихан Бөкейхан, Тұрар Рысқұлұлы, Нығмет Нұрмағұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Ұзақбай Қалымбетұлы, Ораз Жандос, Әбілхайыр Досұлы, Смағұл Садуақасұлы, Темірбек Жүрген, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгірұлы, Бейімбет Майлин, Құдайберген Жұбанұлы, Санжар Асфендияр да бар. Ұлт зиялыларының өздері ғана жапа шеккен жоқ. Олардың жұбайлары балаларына дейін жазаланды. 1937 жылы 15 тамызда КСР-ның орталық комитетінің нөмір 00486 бұйрығы отанын сатқандардың отбасы мүшелеріне қарсы жаппай қуғын-сүргінді бастауға мұрындық болды. Бұл құжат ең алдымен саяси айып тағылғандардың әйелдерінің кінәсін еш дәлелдемей-ақ қамауға алуға және лагерлерге жіберуге құқық берді. Қысқа мерзім ішінде бас аяғы бірнеше ай барысында отанын сатқандар деген жалған желеумен арыстардың жарлары қамауға алынып 5-8 жыл мерзімге сотталды. Бір жастан 3 жасқа дейінгі балалы әйелдердің алғашқы легі Ақмолаға 1938 жылдың 6 қаңтарында келді. Бұл лагер шындығында тым ерекше болды. 8.000-нан астам әйел ал жерде қоңыраудан қоңырауға дейінгі мерзімдерін отырып шыққан. Ұлтым деп қана шек түзер, кемелі келсе кек түзер, аманаттарды жеткізер. Ой, барыстарым көнеден шерткен күйәні, кешегілердей зиялы, кектелерімнің тұяғы. Ой, арыстарым береке қонған бірліктеріне, бағырыз толған тірліктеріне. Ой,
соңқар баптағандар ат ойлап шабар атқа қонғаны ой арында жанында батыр бабай жолында арында жалында батыр бабай жолында